Қадір түні 1000 айдан да артық. Ғұламаларымыз айтады, қадір түні 1000 айдан да артық дегеннің мағынасы ол не дейді? Кім сол қадір түнінде құлшылық ғибадатпен өткізетін болса, қадір түнін құлшылық ғибадатпен өткізетін болса, таңға шейін Раббысының разылығын іздей өткізетін болса, ол 1000 айдай сол құлшылық ғибадатпен өткізді деген не жазылады оған? Сауап жазылады дейді. Мысалы, бір адам таңға шейін Құран оқыды. Оған 1000 ай бойы тоқтамай Құран оқыды деген сауап жазылады. Бір адам таңға шейін зікір тартты, субханалла, субханалла, таңға шейін тоқтаған жоқ. Оған 1000 ай бойы тоқтамай субханалла деп айтты деген сауап жазылады. Біреу таңға шейін не қылды? Салауат айтты. Оған 1000 ай бойы салауат айтты жазылады. Біреу таңға шейін нәпіл намаз оқыды. Оған таңға шейін 1000 ай бойы. Яғни сол түні істелінген әрбір құлшылық ғибадатты Алла субханала тағала сол түні бір момын мұсылман жүрекпенен Алланың разылығын қалап тұрып істейтін болса, таңға шейін істейтін болса, 1000 ай бойы тоқтамастан азаннан кешке шейін 24 сағаттық. Біз мәселен біраз уақыт құлшылық қылып түнде ұйықтаймыз ғой, ол 1000 ай ондай емес. 1000 ай 24 сағаттық күндерден тұрады. 24 сағаттық 1000 ай бойы Алла субханала тағала құлшылық істеді деген не беріледі дейді? Сый-сияпат беріледі дейді. Қараңыз, бірақ бұл сый-сияпат не үшін беріліп жатыр? Ол Құран үшін беріліп жатыр. Бұл сый-сияпат Алланың кәләмі үшін беріліп жатыр, субханалла. Және де сонымен бірге бұл жерде ар жаққа жалғасында Алла субханала тағала не дейді? Таназзалул малаикату ва руху фиха биизни раббихи мин кулли амр. Ол түні не қылады? Аллах тағаланың періштелері. Сонымен бірге ол періштелермен бірге кім бар? Рухул амин. Жабрил алейхиссалам таназзалул. Ол түні не қылады? Жерге түседі дейді. Ол түні не қылады? Осы жер бетіне, адам баласының өміріне не қылады? Жерге түседі дейді. Танаzzalul malaikatu war ruhu. Танаzzalul malaikatu war ruhu bi fiha biizni rabbihim. Раббысының бұйрығыменен сан миллиондаған, миллиардтаған, триллиардтаған, қандай сан бар бізде? Триллионды айттым. Одан басқа? Сан жетпес десек. Жақсы. Сан жетпейтін періштелер. Және оның басшысы кім? Басшылығында бастап келіп жатқан бәрін Жабрил алейхиссалам мынау жер бетіне түсіп, ол жер бетінде түскен кездегі олардың жұмысы не? Сол түні азанға шейін құлшылықпен өтіп жатқан адамдарға Аллахтан кешірім тілеп отырады. Бір пенделер отыр, мешіттерде азанға шейін не қылып жатыр? Құлшылық жасап жатыр. Анау періштелердің бәрі, түскен періштелердің бәрін, жұмыстарының бірі ол не? Алла, пәленше деген періштең, Алла оның рахметіңе ал, Алла оның күнәсін кешір, Алла оның рахметіңе ал, Алла оның күнәсін кешір деп, Алла субханала тағаладан сол сан мыңдаған періштелердің барлығы Алла субханала тағаладан ол пенде үшін не тілеп отырады дейді? Кешірім тілеп отырады дейді. Бұл тірліктерінің бірі. Тағын бір тірліктерінің бірі мин кулли амрин. Сол түні Жабрил алейхиссалам және періштелер түсіп, осы өмірдегі болатын, яғни осы күні, қадір түні, ол түнде не дедік біз? Қадір түні тағын бір мағына, қадірлі түн дедік. Тағын бір мағынасы, қадір деген сөздің мағынасы ол үкім шығару, реттестіру, дайындау, істеу деген мағынаны білдіреді. Қада уәл қадар деген бар. Ескі сыра, қада уәл қадар деген жақсылық пен жамандықтың, яғни бір жылдық болатын жұмыстардың барлығы сол түні жазылады дейді. Бүгін қадір түні болатын болса, келесі жылы тағына қадір түнге дейінгі аралықта кімнің өмірінде не болады, соның бәрі сол түні не қылады дейді? Реттестіріледі дейді. Ғұламаларымыз айтады дейді, өміріңді қалай өткізгің келеді? Ендігі жылы қадір түнге шейін қандай өмір қалайсың? Сол түні сұрап қал, өйткені сол түні сенің ендігі жылғы қадір түнге шейінгі керек болған нәрселерің не қылады дейді? Жазылады дейді. Қараңыз қандай дәреже. Субханалла. Яғни Аллах тағала мүмкіндік беріп жатыр. Пәленше, не керек, не қалайсың? Келесі жылға шейін қалай өткізгің келеді өмірің? Не керек? Анау керек, мынау керек, анау керек, мынау керек, түрлі. Алла субхана, яғни ғұламалар не дейді? Қадір дегеннің тағы да бір мағынасы ол не? Сол түні жаңағы періштелер, Жабрил алейхиссалам періштелер келіп, мына өмірде тағы да бір мин кулли амрин деген аят, кейбір біз яғни қирағат деген дүние бар. Білесіздер ме қирағат деген нәрсе? 10 қирағат деген, ескестір ме қирағат деген нәрсе? Яғни Құран-ы Кәрімнің мәселен оқылу көріністері бар. Соның 10 түрлі қирағат бар. Кейбір қирағаттарда мин кулли амрин деген сөз мин кулли мрин деп оқылады. Мин кулли амрин деген сөз кейбір қирағаттарда мин кулли мрин деп оқылады. Ол деген сөз әрбір адамға деген мағынаны береді. Яғни әрбір адамның болашақта осы бір жылда болатын нелер жазылады дейді ол күні? Тағдырлар жазылады дейді.
Ал Алла субханала тағала пендеге сол күні азанға шейін мүмкіншілік беріп жатыр. Неге? Пендем, не керек саған? Айт. О, періште, дайындал. Дайынсың ба? Қаламыңды алдың ба қолыма? Алдым, я Аллах тағала. Так, пенде, не керек саған? Айт. Жаз. Анан сұраған нәрсесің бәрін жаз. Келесі жылға неге шейін берілсін оған? Қадыр түніне шейін сол жазылған нәрсесі берілсін деп Алла субханала тағала сондай мүмкіндік береді дейді. Бірақ кімдерге ол? Ол періштенің бәрі түсіп алып кімдерге кешірім тілеп жатыр? Ол періштелердің бәрі түсіп алып кімнің тағдырын жазып жатыр? Ол періштелердің бәрі түсіп алып кімді Аллах тағаланың алдында Алланың рахметіне жетсін деп дұға қылып жатыр? Таңға шейін құлшылық ғибадатпен өткізген адамдарға. Басқаларға емес. Қадір түнінің қадірлігі тек қана ол құлшылықпен өткізген адамдар үшін. Барлығына бірдей қадірі тие бермейді оның бәрінің бірдей қасиеті бола бермейді оған. Мәселен, жұма күні мүбарак болсын, жұма күні мүбарак дейді ғой, бірақ ол жұманың мүбарагы кімге болады? Жұманың берекеті кімге болады? Ол жұма оқығандарға болады. Қадір түнінің берекеті сол қадір түнін құлшылықпен өткізгендерге болады. Ал қадір түнін азанға шейін сол басқа тірліктермен, жұмыстармен өткізіп алғандарға ондай не жоқ, ондай ешқандай бір дүние жоқ. Мынау тәнәззәлул мәләикәту уар рух дегенде бұл жерде не бар? Ғұламаларымыз екі топқа екі көзқарас айтады. Біріншісі періштелер және де жаңағыдай кім Жәбірейіл алейхиссалам жер бетіне түседі дейді. Бір ғұламалар айтады, бірінші аспанға түседі дейді. Аспан әлеміне түседі дейді. Жалпы айтқан кезде жер бетіне ана періштенің бәрі түскен кезде ол сыймайтындығы анық. Екеуін бір-біріне қосатын болсақ, мынау бірінші аспанның ішінде жер, бірінші аспанның барлығы ол түні Аллах тағаланың періштелеріне толып тасиды. Ол түні Аллах тағаланың періштелеріне толып тасып, олардың барлығының істейтін нәрселері сол түні азанға шейін құлшылық ғибадат ететін адамдарға Аллахтан не тілеп отырады? Аллахумма ғфируху, Аллахумма рхамху, Аллахумма ғфируху, Аллахумма рхамху, Аллахум оның рахметің ал, Аллахум оның кешір, Аллахум оның рахметің ал, Аллахум оның кешір деп не қылып отырады? Дұға тілеп отырады. Қараңыз, Алла субханала тағала Мұхаммади үмметіне қандай не беріп жатыр, қандай үлкен мүмкіндік беріп жатыр. Сосын Алла жалғастырып айтады: "Саламун хия хатта матла'ил фajr", және ол түн хатта матла'ил фajr, таң атқанға дейін, таңның уақытысы кіргенге дейін ол түн сәлам болып тұрады дейді. Сәлам деген нәрсенің мағынасы амандық болып тұрады, сәкина болып тұрады, тыныштық болып тұрады дейді. Кейбір ғұламаларымыз айтады, бұл сөздің мағынасы ол түнде ешқандай бұзғыншылықтар болмайды десе, кейбір ғұламаларымыз бұл сөздің мағынасы ол түні ешқандай адамды Аллах тағаланың рахметінен ұзақтататын нәрселер жүзеге аспайды дейді. Момын мұсылмандардың басында бар емес па? Момын мұсылмандардың басында адамды Аллах тағаланың рахметінен ұзақтататын нәрселер жүзеге аспайды десе, тағын бір ғұламаларымыз айтады, ол түні дейді, мынау әлемде жамандық атауын бастайтын жын, шайтандардың ешқайсысында бір түйір болсын адам баласының өміріне араласатын құқық болмайды дейді. Тағын бір ғұламаларымыз айтады, бұл сәламун алейкум, ол сәлам болуының себебі дейді, ол түні түскен періштелердің бәрінің дұғасының мархаметінен дейді. Өйткені олардың бәрі түсіп алып не істеді дейді? Алла осыларға тыныштық бер, Алла осыларға амандық бер деп не қылды дейді? Дұға тілек жасады дейді. Саламун хия хатта матла'ил фajr, таңға шейін бұл жерде не бар? Аллах тағаланың амандығы, Аллах тағаланың тыныштығы, Аллах тағаланың берекеті. Бірақ кімдер үшін? Алла субханала тағаланың құлшылық ғибадатымен өткізген пенделер үшін. Аллах тағаланың құлшылық қорылдап ұйықтап жатқандар үшін емес, не болмаса ойынмен өткізгендер үшін емес, не болмаса азанға шейін анаған бір барып, мынаған бір барып, ананы өсек қылып, мынаны бір өсек қылғандармен емес. Өкінішке орай біздерде қадір түнін күту деген нәрсе өте керемет. Адамдар жиналып алады, жақсы, бір сағат уағыз болады, бір сағат уағыздан кейін 2 ракат намаз оқиды, одан кішкене зікір қылады да, бірақ одан кейін біраздан кейін не қыла бастайды? Шаршап, не болды, не қылып жатсыңдар, капуста не болды, жақсы болды ма? Біз жақтың әңгімесі ғой енді. Әңгімелер солай кетеді ар жаққа қарай. Анау әңгіме қылады, мынаны әңгіме қылады. Жоқ, олай емес. Бірақ түн, сол түнді дұрыс өткізе алсақ, Алла субханала тағала бізге өте үлкен нелер беріп жатыр, сый-сияпаттар беріп жатыр. Енді ғұламаларымыздың арасында бұл қадір түні бізден алдыңғы қауымдарда болды ма, болмады ма деген сұраққа кішкене пікір таласып қалады. Кейбір ғұламаларымыз болды дейді, кейбір ғұламаларымыз жоқ дейді. Болған жоқ, бұл тек Мұхаммадия үмметіне берілген дүние дейді. Өйткені кейбір хадистерде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жетіп келген кейбір хадистерде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің үмметінің жасының аз екендігі жайында бір кішкене көңіліне не түсті дейміз? Қаяу деген сөз бар ғой? Кірбің?
кірбің, қаяу, кішкене көңіліне тиіп, көңілсіз болды. Неге? Өйткені оның үмметі қанша? Аз өмір сүреді, алдыңғы үмметтерге қарағанда. Алдыңғы үмметтерге, мысалы 70-80-нің ол жақ бұл жағында ғана орта санмен сонда ғана не қылады? Өмір сүреді. Алдыңғылар одан көп не қылған еді? Өмір сүрген еді. Пайғамбарымыздың уайымы, оның бір жасы кішкентай болып қалғандығында емес. Сол 70 жылдың ішінде құлшылық ибадат жасап, аналар сияқты аламай қалады-ау деп бізге уайымдаған ол кісіше. Қарана, айтпесем ол жасы аз болып қалды, 70 жылы болып қалды, 50 одан көп қызық көрсе болар еді деген әңгіме емес ол кісінің арманы. Ол кісінің арманы уақыты аз болып, құлшылығы аз, сауабы аз болып қалды ғой деп уайымдаған кезде Алла субханала тағала Жәбірейіл алейхиссалам арқылы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның үмметіне қадір түні берілгендігі жайында не берді дейді? Сүйінші хабар берді. Неге? Өйткені ол түні қанша? Ол түнінде бір таңға шейін қанша сағат болады мысалы, құптаннан кейінгі уақыт есептелінсе, яғни қадір түні деген түн қашаннан басталады дегенде тағы да бір екі көзқарас бар. Бірінші көзқарас айтады, шамның уақытынан басталады дейді, яғни түн болғаннан басталады дейді. Екінші көзқарас айтады, құптанның уақытынан басталады дейді. Шамның уақытынан бастасаған абзал жалпы. Түн болғаннан бастап қайға шейін? Таңның уақытына шейін. Қанша уақыт болады? Мысалы 8 сағат, 7 сағат, 10 сағат, сол аралықты құлшылық ибадатымен өткізген адамға өзіңіз ойлаңыз, 1000 айдың сауабындай не беріледі? Сауап беріледі. Ол деген қанша жыл? 84 жыл бола ма ол? 83 жыл. 83 жыл уақыт болады. Өзіңіз ойлаңыз, сіз 8 сағат Құран оқып отырасыз да, сізге 83 жыл бойы 7-24 сағат Құран үзілместен оқыды деген не жазылады? Сауап жазылады. Тағы да бұл емес. Негізі тағы да бұдан да қызық нүктесі бар. Ол 1000 айдың сауабы ішінде қадір түні болмаған 1000 айлар. Ішінде қадір түні болмаған 1000 ай. Бірақ Алла субханала тағала бір момын мұсылманға 70 жыл өмір берді дейік, 70 жыл өмір берді. Оның алғашқы 12 жылы, 15 жылын алып тастаңызшы, 15 жылын балағат жасымен алып тастаңыз. Сөйтіп тағы да ары-бері жүрді, үйтіп бүйтіп жүгіріп ойнап қалды, қызық көрем деп жүріп қалды, мейлі 30-ға шейін жүріп қалды енді. 30-ға шейін мән бермеді, жас болды. 30-дан кейін жайлап құлшылыққа бейім бола бастады да жайлап неге кірді уже? Қадір түндерін іздеуге бастады. Сонда 30-дан бастап 70-ге шейін қанша жыл бар? 40 жыл бар. Сол 40 жылдың 40 қадір түнін күтіп алса оған, сонда ол қанша болады оған? 40 мың жыл бола ма? 40 мың жылдық сауап. 40 мың жылдық бір адамның жасы 40 мыңға келіп өмір сүргенде, сол 40 мың жыл бойы ешқашан 7-24 сағат неден тоқтамаған ол? Құлшылықтан тоқтамаған деген сауап кетіп жатыр да оған ше. Субханаллах. Қараңыз, Мұхаммадия үмметінің дәрежесі қандай Алланың алдында. Ертең қияметте жәннатқа ең бірінші кіретін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам болса, жәннатқа ең бірінші кіретін үммет ол пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның несі болады? Ол үмметі болады. Тіпті кейбір пайғамбарлар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның үмметі болуды не қылған? Қане енді шіркін мен сол Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассаламның үмметі болсам ғой деп не қылған? Армандаған дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде. Міне бұл біздің неміз екен? Бұл біздің қадір түніміз. Жақсы, бұл қадір түні қашан болады деген сұрақ туындалады. Қадір түні қашан болады дегеннің ішінде де ғұламаларымыз тарапынан болғанда бірнеше түрлі нелер айтылған, бірнеше түрлі варианттар айтылған дейікші, бірнеше түрлі варианттар айтылған. Соның ішіндегі кейбір ғұламалар айтады, бұл қадір түні дейді, бұл белгісіз. Қадір түнінің қашан екендігі белгісіз екендігі анық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір керемет бір хадис келеді, оқиға. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір түнінің қай түн екендігін білгеннен кейін қуанып адамдарға келіп айтуға келеткен кезде не көреді? Жолда бір екі мұсылманның бір-бірімен ұрсып жатқандығын көреді дейді. Жолда екі мұсылманның ұрсып жатқандығын көріп, кейін барып сол екі мұсылманды бір-біріне татуластырам деп, Аллах тағала ол кісінің есінен сол не қылды дейді, қадір түнін шығартты дейді. Бұл нәрседен екі дүние түсінсек болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның келуін және ол жердегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ұмытуынан екі нәрсе түсінсек болады. Қадір түніне. Аслында қадір түні деген өте үлкен нығмет қой. Көрдік қой қандай нығмет екендігін. Өте үлкен нығметті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға не қылғысы келіп жатыр қазір? Айтқысы келіп жатыр. Бірақ сол өте үлкен нығметтен тосылып қалып жатыр сахабалар. Не себепті бір-бірімен
ұрысқандығы себепті. Bir-birмен ұрысқандығы себепті. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде «Ва'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррақу» дейді. Аллах Тағаланың дініне барлықтарың бір болып не қылыңдар? Жабысыңдар дейді. «Ва ла тафаррақу» бір-бірмен ажырамаңдар, ұрыспаңдар, айғайласып қалмаңдар, төбелесіп қалмаңдар деп Аллах Тағала Құранда да айтады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде де айтады. Өкінішке орай, момын мұсылмандар сонда да кейбір себептер арқылы не қып қала береді, бір-бірінен ұрысып қала береді. Бұл ұрысудың нәтижесі Аллахтан ұзақтатпаса жақындату болмайды. Ұмытпаңыз, ешқашан момындардың бір-бірімен ұрысып қалуының нәтижесі бұл жақсылық болған емес. Момындардың бір-бірімен ұрысып қалу нәтижесі жамандық болмаса, ол жақсылық болмаған ешқашан. Соның бір көрінісі осы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өте айтпасам өзіңіз ойлаңыз, белгілі күн болса бізге оңай ғой. Сол күннен 2 күн алдын жақсылап ұйықтап, ұйқыны қандырып дайындалып аламыз да, сол күні еш есеге араласпастан есік-тесіктің бәрін жауып қоямыз да, азанға шейін Құран оқимыз да, қарасаң бәленбай жылдың сауабын алып кетесің. Ал қазір ол белгілі болмағаннан кейін, ол күн ертең болады деп ойлайсың да, ертең бір күн отырасың да, одан кейін түн болып қалу ықтималы бар. Одан кейін түн болып қалу ықтималы бар. Бүгін түн болып қалатын шығар деп отырған кезде жалқауланасың. Может, бүгін болмайтын шығар, ертең болып қалатын шығар деп. Біраз әңгімеге кіріп кетесің. Сөйтіп әңгімеге кіріп кеткенде ол түн сенен өтіп кетсе, деген сияқты нелер бар? Түрлі ықтималдар бар, ол түннен айырылып қалатындай. Бірақ егерде бір түн белгілі болғанда еді, біз не қылатын едік? Сол түнді күтетін едік, дайындалып азанға шейін бүкіл сауаттың бәрін не қылатын едік? Алатын едік. Үлкен дүние ғой негізінде. Бірақ сол үлкен дүниеден не үшін айырылып қалып отырмыз? Бір-бірімізбен ұрысып қалу үшін. Ұрысып қалу деген нәрсе момын мұсылмандардың ішіндегі ең үлкен қауіп осы. Момын мұсылмандардың бір-бірімен ұрысып қалу ең үлкен құрал. Және де дін дұшпандарының ең көп пайдаланатын нүктесі осы жерде. Дін дұшпандарының ең көп пайдаланатын нүктесі осы жерде. Өткенде бір видео көріп қалдым. Енді Османиттердің, Абдул Хамидтің видеосының ішінде түсірілген болу керек. Сол енді екі кәпір, екі діннің дұшпаны, анау Османилерді, мұсылмандарды бір-бірімен төбелестіргісі келген екі діннің дұшпаны бір-бірімен сөйлесіп жатыр. Бұларды қалай не қыламыз? Төбелестіреміз бір-бірімен. Бұларды бір-бірімен ұрыстырмасақ, бұларды не қыламаймыз біз? Аламаймыз, жеңе алмаймыз. Өйткені бұлар бір-бірімен ихуа, иннамал муъминун ихуа деп Аллах бұлар бүйтіп бір-бірімен неғып тастаған, байлап тастаған. Ол қай жердегі мұсылман қызық емес оған. О, айдаладағы бір орыс болса да, айдаладағы бір Қытай болса да, айдаладағы бір Жапон болса да, айдаладағы бір негр болса да, кәлима айтса болды. О, бауырым деп ол не қылады оны? Құшақтап алады оны. Сондай, бұларды ажырату қиын. Ал бұларды ажыратуымыз үшін бұларды бір-бірімен не қылуымыз керек? Ұрыстыруымыз керек. Ұрыстырсақ, бұларды не қыламыз? Бір-бірінен ажыратамыз деп пландастырып тұрған кезде анау айтады, мен білем бұны қалай істеу керек екенін дейді. Қалай сол кезде бір мұсылман өтіп баратады жанынан. Бір мұсылман өтіп баратқан кезде оған не береді? Бергел дейді, қолына бір түйір, мынандай бір алтын береді. Алтын беріп айтады, бұл сенікі дейді, ешкімге берме дейді. Бұл сенікі, ешкімге берме дейді. Ана қолына алады, алып атқан кезде оны көріп тұрған жолдас болды. Ана айтады, маған бер дейді. Ал бермеймін дейді. Сөйтсе бір-бірімен не қылады? Ұрсаттаған анау алтынның егесі ана не қылады? Пышақтап өлтіріп тастайды. Көрдің бе қалай істейміз дейді. Жақсы, мұсылмандарды жеңу үшін бір-бірімен ұрыстыру керек. Мұсылмандарды ұрыстыру үшін ортаға не қою керек? Алтын қою керек. Көрсіз бе қандай нәрсе? Пайғамбарымыз айтады, мен сендердің менен кейін Аллахтан басқа бір затқа құлшылық қылып кетеді, Аллаға серік қылып кетеді дегенде деулерінен қорықпаймын дейді. Мен одан уайымдамаймын. Сендер Құдайдан басқа ешкімге құлшылық қылмайсыңдар, бірақ менің қатты қорқатын екі нәрсем бар дейді. Біреуі дейді, дүние дейді, екіншісі дейді, әйел дейді. Біреуі дүние дейді, сендерді дүние азғырып кетеді, не болмаса бір әйелге азғырылып кетесіңдер дейді. Осы екі нәрсеге қатыссақ болыңдар дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Босының ішіндегі дүние, қазіргі таңдағы бүкіл момын мұсылмандардың басындағы болып жатқан проблемалардың ең бастысы, момын мұсылмандардың бір-бірімен қарама-қайшы болып, қырық пышақ болып, бір-бірімен жолығамай жатқан нәрсенің ең бастысы ол неге келіп тіреледі? Ол алтынға келіп тіреледі. Субханаллах. Және тағы да бір дүние, бұл ұрыстыру деген нәрсе, мынау әлемде сиқыр деген нәрсені ескесіздер ғой? Сиқыр деген нәрсе білесіздер ма? Сиқыр дегенді? Білесіздер. Бұл сиқырдың түрлі жолдары болады. Сол сиқырдың жолдарының бірі адам оқу деген нәрсе бар. Біреудің артынан дұғалау деген нәрсе бар. Бұл дұғалау деген нәрсе жындар арқылы болады. Дұғалау деген нәрсе нелер? Жындар арқылы болады. Ол бір балгер, немесе бір адам оқитын адам жынмен договорға отырып, мына жақта отыраттаған біреудің тырнағын, шашын, суретін, киімін алып, соны түйіндеп, көпсіп қылып, соған жынды отырғызып, анаға не қылады?
қылады, жын кіргізу арқылы оның былай айтқанда өмірінің бітішін шығарады. Осы өмірде қазір осындай системалар кетіп жатыр. Дүниеде осындай үлкен қақтығыстар кетіп жатыр. Бұлардың басы қақты бір жерде басталған ғой. Басы бір жерден пайда болған. Өмірде осы сиқырмен айналысу деген, жынмен айналысу деген ең басты нүкте басталған жері бар. Құранда Бақара сүресінде «Уаттабау ма татлу шаятун аля мульку Сулейман» деген Сулейман алейхиссаламның оқиғасы жайында не келеді? Аят келеді. Сулейман алейхиссаламның дәуірінде жындар ең алғашқы сиқырды істей бастап, міне сол сиқырдағы ең алғашқы қолданған, не үшін қолданғандығын білесіз ба? Ма юфарриқу байнал мар'i ва зауджихи дейді. Күйеуді әйелімен бір-бірімен ұрыстырып ажырасу үшін болған дейді. Бүкіл әлемдегі бүкіл сиқырлардың ең үлкені екі момын мұсылмандар бір-бірімен төбелесіп ұрыстыру болады әсілінде. Минал джиннати уан нас болған, жындардан болған, адамдардан болған шайтандар, мынау әлемдегі ең үлкен мән беру керек болған нәрсесі ол сол. Мұсылмандарды бір-бірімен ұрыстыру. Өкінішке орай қазіргі таңдағы момын мұсылманның басындағы проблемасы осы. Әңгіме қаяқтан шығып кетті? Әңгіме пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәуірінде де пайғамбарымыз саллаллаху Қадір түні қай түн екендігін момын мұсылмандарға келіп айтайын деп жатқан кезінде, момын мұсылмандардың бір-бірімен ұрысып қалғандығын көріп, қараңыз, Қадір түніндей маңызды істен не маңызды болып тұр? Момын мұсылмандардың бір-бірімен татуласуы маңызды болып тұр. Қадір түніндей маңызды, әйтпесе маңызды іс қой. Ол түнді білетін болса, бәленбай мың мұсылмандар бәленбай мыңдаған сауаптарға жетейін деп жатыр ғой. Бірақ одан маңыздысы не ол? Екі момын мұсылманды бір-бірімен татуластыру. Нүктені көрдіңіз бе, қандай нүкте бар? Тағы да бір нүкте бар осы жерде. Біріншіден, момын мұсылмандардың ұрысуының жаман екендігі. Екіншіден, момын мұсылмандарды бір-бірімен татуластыру, ол бәленбай мың жылдық сауаптардан да абзал іс екендігі. Үшіншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан ұмыттырылып кетуі, кейбір ғұламаларымыз айтады, бұл Аллах тағала тарапынан момын мұсылмандарға берілген рахмет дейді. Қақтан рахмет болады ол? Білмей қалдық қой десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмметі ол қандай емес? Пайғамбарымыздың үмметі ол жалқау үммет емес дейді негіз. Негізі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның үмметі жалқау болмаған. Біз негізі үмметіміз ғой, өкінішке орай біз өте жалқаумыз. Бірақ сахабалар бұндай жалқау болмаған. Табииндер бұндай жалқау болмаған. Біз жалқаудың бір шыңына шығып қалған жалқаумыз негізі әсілінде. Құдай сақтасын. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үмметі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына жерде мәселен қараңыз. Бізде сүннет деп қойған дүние бар ғой, сүннет деп қойған. Қазіргі таңда мұсылмандар бір істің сүннет екендігі не үшін табады білесіз ба? Оны істемей ақ қойса болады деу үшін табады. Астағфирулла. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар сүннетті не үшін іздеген білесіз ба? Оны істеу үшін іздеген. Біз оны, бұл уәжіп емес қой, парыз емес қой, істемей ақ қойсақ болады ғой, деу үшін не қыламыз? Іздейміз оның үкімін. Ал сахабалар не үшін іздеген оны? Істеу үшін іздеген. Осыдан ақ біздің кім екендігіміз, олардың кім екендігін көрсеңіз болады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмметіне не үшін ол рахмет? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күнді айтқандай еді дейді. Бір күнді сахабалар, оның алдындағы ол бүкіл жолында ілесіп отырған сахабалар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қалай тұрғандығы, қалай отырғандығы, қалай жатқандығы, қалай түкіргендігі, қалай аяқ киім кигендігі, қалай әжетханаға кіріп шыққандығы, қалай сөйлегендігі, қалай тамақ жегендігі, қалай күлгендігін бақылап отырған сахабалар, оларда не қылушы еді дейді? Ол кісіге өте қатты ілесуші еді дейді. Енді бір күнді ғана белгілегенде, олар сол бір күнмен шектеліп қалушы еді бәлкім. Сол үшін Алла субхану ва тағала олар бір күн ғана құлшылық қылмасын, олар 10 түн бойы құлшылық қылсын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан оны не қылды дейді? Ұмыттырды дейді. Соның нәтижесінде сахабалар не қыла бастады енді? Бір күн екендігі анық еді, анық болмай қалды. Енді не істейміз біз? 10 түнді күтеміз деп 10 түнді іздеді дейді. Сахабалар Рамазанның ақырғы 10 түннің бәрін нені күткен? Қадір түнін күткен. Ал қазіргі мұсылмандар бір түнді Қадір түні деп алады да, соны күтеді де болды. Қалған бәрі не қылады олай? Күтпейді. Көрсіз бе айырмашылық қалай? Яғни Алла субхану ва тағала пенде көп құлшылық қылсын деп бұны ұмыттырған болса, бірақ пенде оны ұмыттырғандығын пайдаланып, құлшылық тағы да не қылады? Азайттырады. Қадір түнінің қай жерде екендігі жайында әңгіме қозғалды ғой басында. Кейбір ғұламаларымыз айтады, бұл түн белгісіз екендігі бәрі анық, белгісіз екендігі жайында бәріне анық. Бірақ бұл түннің қай түні екендігі жайында ғұламалар түрлі не қылған? Пікір талас айтқан. Кейбір ғұламалар айтқан, бұл тек Рамазан айында ғана емес деген. Мысалы, Абу Ханифа рахимахуллах танисыздар ғой,
Танисыздар ма Абу Ханифаны? Имам Азан. Біздің мазхаб иеміз Абу Ханифа рахимахулла бұл бір жылдың ішіндегі бір түн деген. Аллах алам қай түн деген, бірақ бұл бір жылдың ішіндегі бір түн деген. Ал кейбір ғұламалар айтқан бұл Рамазан айының бір түні деген. Рамазан айының бір түрі деген. Ал көпшілік ғұламалар, мына біреу, екеу, үшеу, төртеу болса, мына жақта 10, 20, 30, 40, 50, 60 мың шақ көпшілік ғұламалар не деген? Бұл Қадыр түні Рамазан айының соңғы 10 түндігінде деген. Оның ішіндегі 10 түндігінде дегеннің ішінің өзінде не қылады ғұламалар? Бөлінеді. Бір ғұламалар айтқан сол 10 түннің біреуінде деген, бір ғұламалар не дейді? Сол 10 түннің ішіндегі тақ түндерінде дейді. 10 түн. Ал оның ішінде тағы бір ғұламалар айтады, бұл тақ түндердің соңғы тақ түндерінде дейді. Кейбір ғұламалар 23-ші түні дейді, кейбір ғұламалар 21-ші түн дейді, кейбір ғұламалар 27-ші түн дейді. Жалпы айтқанда бәрінің сөзін жинасаң не болады? Бәрінің сөзін жинасаң көпшілік ғұламалардың алдында Қадыр түні Рамазан айының соңғы 10 түннің бірінде, тағы да азайтқын келетін болса 10 түннің тақ түндерінің бірінде. Сол үшін де әрбір момын мұсылман Рамазан айының соңғы 10 түнін не қылмау керек? Ұйықтамастан құлшылық ғибадатпен өткізуге әрекет жасау керек. Тағы да біз айтуымыз керек болған дүние, жұмысым бар, бизнесім бар, жалпы момын мұсылман құлшылықтарына қарап өміріндегі жұмыстарын реттестіру керек. Өміріндегі жұмысына қарап құлшылығын реттестірмеу керек. Құлшылықтарына қарап өміріндегі жұмыстарын реттестіру керек. Так, мен мына уақытта құлшылық істеуім керек. Мына жұмысты мен не қылмаймын? Қазір жасамаймын, кейін жасаймын, ерте жасап қоямын деген сияқты солай пландастыру керек. Ал бізде қалай? Жұмыс бітіп алсын, құлшылық кейін істей бересің деген ғой. Болмайды олай. Құлшылық бітіп алсын, кейін жұмыс істей бересің деген дүние болу керек. Жақсы ма? Сол үшін де Рамазан айының ақырғы 10 түндігін момын мұсылмандар ешкімге берместен, азанға шейін құлшылық ғибадатпен, Құран оқумен, зікір қылумен, Құран оқумен, жаңағындай бір салауат айтумен, намаз оқумен өткізсе, болмаса уағыз тыңдаумен, сабаққа қатысумен өткізетін болса, иншалла бағанағы айтқан Қадыр түнінің несін алады, иншалла сауаптарын алады. Бұл біздің шамамыз жеткенше асығып жеткізе алған неміз мағлұматтарымыз. Бұл жайындағы мағлұматтарды отырып айтсаң, бұл сағаттап не қылады? Жалғасады. Біздер қарапайым өмірде біздің күніміз күндізден басталады ғой, Мұсылмандарда күн түннен басталады. Жақсы ма? Мұсылмандарда бір күн деген нәрсе 24 сағат бізде күндізден басталса, қарапайым өмірде. Бірақ шариғатта 24 сағат деген нәрсе ол неден басталады? Түннен басталады. 12-ден емес, түннен, шамның уақыты кіргеннен басталады. Түннен басталады. Мәселен, біз сол үшінде, мәселен, тарауихты ауыз жапқан түні оқимыз ба, күні оқимыз ба, бір күн алдын оқимыз ба? Неге бір күн алдын оқимыз? Өйткені сол түн ол Рамазанның түні болып есептелінеді. Түсінікті ма? Ғұламалардың арасында бірінші мәселе ол Қадір түні қай түн деген мәселе көтеріледі. Ол қай түн? Бұл енді кәдімгі үлкен мұсылмандардың арасында, мұсылман ғұламалардың, біздің ғұламаларымыздың арасында жаңағы пікір таласқа жаңағы ие болған біраз әртүрлі ойлар, пікірлер, риуаяттар айтылған мәселе. Бірінші, көпшілік ғұламалар ол 27-ші түн дейді. Білесіздер ғой, бізде бірінші түн келеді, одан кейін күн келеді. Қазір бүгін кеш батты, демек ертеңгі күннің түні келді. Бұл түн, яғни сенбінің түні болып есептеледі. Жұманың түні кеше бейсенбіден жұмаға қараған түн. Яғни түн бізде алдын жүреді. Демек 27-ші түн ба, ол 26-сынан 27-сіне қараған түн. 27-ші түн. Түсініңіздер ғой? Сондықтан біз Рамазан айында бірінші ертең ораза ұстайтын болсақ, бүгін тарауықты оқып бастаймыз. Ертең ораза басталатын болса. Себебі түн күннен алдын жүреді, бұрын жүреді. Көпшілік ғұламалар 27-ші түн дейді. Ең бірінші жұмхурдың пікірін айтып жатырмын. Бұл неге негізделген? Зир бин Хубайш деген табиғи айтады. Убай ибн Каабқа былай дедім дейді. Убай ибн Кааб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қари сахабаларының бірі, атақты. Инна ахака Абдулла ибн Мас'уд яқул. Сенің бауырың Абдулла ибн Мас'уд былай деп атыр дейді. Абдулла ибн Мас'уд пайғамбар радиаллаху анхум, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабасы ол кісіде. Хазіреті Омардың уақытында Ираққа
кеткен Куфаға, сөйтіп сол жақта дін таратумен айналысқан сахаба. Яғни біздің Ханафи мазхабының несі жаңағы бастауы сол Абдулла ибн Масудқа барады сахабалардан. Яғни біздің Абу Ханифа рахматуллахи алейхидің силсиласы Абдулла ибн Масудқа барады. Мен Абдулла ибн Масуд сенің бауырыңның былай деген естім дейді. Мән яқумул хаул юсиб лейлатал қадр депті. Кімде-кім жыл бойына жылдың ешбір түнін жібермей құлшылық жасайтын болса, ол лейлатал қадрды табады деп айтқанын естідім дейді. Естіңіздер ме? Демек ол әрбір түн лейлатал қадр болуы мүмкін деген пікірде болған Абдулла ибн Масуд. فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن Убай бин Кааб айтып отыр. Алла тағала Абу Абдуррахманды кешірсін деп. Абу Абдуррахман Абдулла ибн Масуд. Лақад алима аннаха фил ашрил ауахир мин Рамадан дейді. Білмейді деп тұрған жоқ, әдеп. Бір-біріне деген құрмет сахабалардың. Ол білді дейді. Ол Рамазан айының соңғы 10 күніндегі түндер екенін біледі ол дейді. Рамазан айының. وأنها ليلة 27 ол біледі ол 27-ші түн екенін дейді. ولكنه أراد ألا يتكل الناس. Бірақ ол адамдар бейғам болып кетпесін. Тек қана сол 27-ші түнді ғана құлшылық жасап, қалған түнде құлшылық жасамай қоймасын деп айтқаны ғой оның деп ақтады дейді Убай ибн Кааб. Сөйтіп истихфар тіледі дейді. Ол біледі дейді. Яғни сенімді айтты Убай ибн Кааб. ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. Сосын Убай ибн Кааб ант етіп тұрып айтты дейді. Ол 27-ші түн деп. قال قلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر. Сосын айттым дейді. Бұны жаңағы Зир бин Хубайш айтып отыр. Убай ибн Каабке. Я Абал Мунзир. Абул Мунзир Убай ибн Каабтың күниясы. Сен оны қалай айтып отырсың? Неге сүйеніп айтып отырсың деп. Сонда қала бил ая аллати ахбарана биха Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Сосын айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жеткізген аятпен айтып отырмын дейді. Ау бил алама анна шамса татлуу яума идин ла шуаа лаха. Және белгімен айтып отырмын. Себебі ол түннің таңында күн шығады, күнде ешқандай бір жаңағыдай бір не болмайды дейді. Бір сәуле болмайды, жалпылама жап-жарық болып шығады дейді күн. Күн кейде бүйтіп нелер шыққанда бір жаңағыдай сәулелер бүйтіп шашырап шығады ғой. Олай болмайды дейді. Жалпылама жап-жарық болып, жалпылама аппақ болып шығады дейді. Содан мен білдім оны дейді. Бұл енді Убай ибн Каабтың жеткізіп отырғаны. Имам Ат-Тирмизи және имам Муслим риуаят еткен хадис. Имам Ат-Тирмизи хасан сахих деген бағаны береді. Бұл енді көпшілік ғұламалардың, соның ішінде біздің Қазақстан мұсылмандарының және біздің діни басқармамыздың да пәтуасы ұстанымы 27-ші түн. Сол түнге біз көбірек басқа түндерге қарағанда мән береміз. Абдулла ибн Масуд ойлағандай шын мәнінде басқа түндерді біз сәл қадір түн емес деп ойлаймыз. Ол кісі енді қадір түн емес деп ойлап қалып бейғам болып қалады дейді. Шындығында біз енді солай Абдулла ибн Масудтың қорыққанындай бар енді, алаңдағанындай бар. Шын мәнінде бейғамыз басқа түндерде. Алла кешірсін. Енді Абу Хурайра радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сахабасы, ол айтады, бұл түн жалпы Рамазан айында дейді. Басқа айлар емес, Рамазан айында. Соңғы 10 күндік 27-ші түн емес, бұл жалпы Рамазан айында дейді. Бұл да пікір. Демек, Рамазан айының әрбір түні қадір түні болуы мүмкін. Жаңа Абдулла ибн Масудтың пікірін өздеріңіз көрдіңіздер. Абдулла ибн Масудтың пікірі Абдулла ибн Умарға да айтылған екен. Абдулла ибн Масуд солай айтыпты ғой деп. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума, ол Хазірет Умардың ұлы және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сахабасы. Сол уақытта айтады, бұл кісі де Алла тағала Абу Абдуррахманды рахметсін.
Ол білетін Рамазан айының соңғы 10 күндігінде екенін. Бірақ адамдар бейғам болып кетпесін деп айтқан ғой. Бүкіл жылда болуы мүмкін қадір түні деп өзінің пікірін білдірген екен Абдулла ибн Омар. Демек, Абдулла ибн Омардың тәпсірі бойынша, ол кісінің ұстанымы бойынша қадір түні соңғы 10 күнде, Рамазан айының соңғы 10 күндігінде. Яғни Рамазан айını бізде 3-ке бөлеміз. Және Абдулла ибн Масудтың пікірін Абу Ханифада ұстанған дейді. Абу Ханифа рахматулла алейхидің де ұстанымы, имам Қуртуби айтады, Абу Ханифаның да сондай пікір болған. Абу Ханифада бүкіл жылдың түндерінің қайсысы болса да қадір түні болуы мүмкін деп айтқан дейді. Ханафи мазхабын қатты сынатын жігіттерге айтып жатырмын да. Енді тағы бір тәпсір бар. Қадір түні бір-ақ рет болған дейді. Сосын арғата қадір түні деген жоқ дейді. Ол бір рет болған дейді. Ол қай уақытта болды, бір Алла біледі. Құран түскен кезде болды ма, жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уақытында болды ма, бір рет болған, бір түн болған қадір түні. Ең қасиетті, ең қадірлі, ең жаңа киелі сондай түн бір түн болған, арғата болмаған дейді. Бұл енді болса да әлсіз пікір, көпшілік ғұламалардың барлығы айтады, қадір түні ол әр жылы айналып келеді дейді. Сол секілді Ибн Исхақ, имам Әл-Хасан, Абдулла ибн Зубайр, ол кісілер айтады, қадір түні 17-ші түн дейді Рамазан айының. 17-ші түн болатын болса, ол демек екінші 10 күндікке келеді. Екінші 10 күндікке келеді. Себебі біз Бәдір ғазауатын білесіздер ғой тарихтағы. Бәдір ғазауаты мұсылмандардың ең алғашқы мүшриктерді жеңіп, жеңіске жеткен, өздерінің күшін, өздерінің жаңағы мүмкіндігін мүшриктерге дәлелдеген шайқас. Сол Бәдір шайқасынан кейін дейді, кейінгі түні дейді біз. Ол Рамазан айында болған. Рамазан айында. 17-ші, 16-ші, 17-ші Рамазан ортасында болған. Сол түн 17-ші түн болатын дейді. Біз таңертең сол Бәдір ғазауатынан кейінгі таңертең таң атқаннан кейін қарағанымызда дейді, күн деген бірдей барлығы, шығыстың барлығы бірдей жап-жарық болып шығып атты дейді. Ондай жаңағыдай тікелей бір шығып атқан сәулелер ондай болған жоқ дейді. Шуақ деген дүние болған жоқ дейді. Ондай жаңағы тікелей түсіп тұрған, ондай бір жарым-жартылай жарытып бүйтіп жан жаққа шашырап тұрған ондай сәулелер болған жоқ. Бәрі бір қалыпта жаңағы жап-жарық болып күн шықты дейді, таң атты дейді солай. Осыған сүйене отырып, Абдулла ибн Зубайр, имам Әл-Хасан, ибн Исхақ бұлар айтады, демек 17-ші түн дейді. Бірақ енді негізгі тағы да бір көпшілік ғұламалардың неғылатыны ол соңғы 10 күнде дейді. Соңғы 10 күндік. Оны имам Малик, имам Шафиғи, имам Әл-Аузаи, Абу Саур, имам Ахмад осыны айтқан. Соңғы 10 түнді соны таржих жасаған. Яғни таржих жасағанда басымдықты осы пікірге берген. Сол соңғы 10 күннің, яғни 10 күнде 5 түн болады ғой? Тақ түндері, кешіңізде. Сол түндерден іздеу керек дейді. Ашр әл-Ауахир. Бұл енді имам Малик, имам Шафи, имам Әл-Аузаидың пікірлері. Яғни 11-ші, 21-ші, 23-ші, 25-ші, 27-ші және 29-ші түндер, тақ түндер. Бұны неге сүйенеді? Имам Муслимде келетін риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүзінде сумен топырақ болды деп келетін хадис бар. Сол хадиске сүйенеді дейді. Ол хадисте енді бұл 23-ші түн дейтіндер. Имам Муслим риуаят етеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сол 23-ші түннен кейінгі таңда сәжде қылғаннан кейін жүзінен дейді, жүзінен таң жаңағы ерекше болып атты, жүзінен сумен жаңағы топырақтың жабысып тұрғанын көрдім дейді. Топырақтың жүзінен жаңағы сумен топырақтың тұрғанын көрдім дейді бетінде. Яғни бұл түні сол жаңағы ерекше пайғамбарымыз құлшылық жасады біріншіден. Сосын таңда жаңағыда ерекше болып таң атып күн шықты дейді. Жаңағы сәуле шашу деген ондай қылып күн шыққан жоқ дейді.
Осыған сүйене отырып, осы 23-ші түн дейтінде ғұламалар бар. 23-ші түн дейтін. Енді Ибн Умардан келетін негізгі хадис, тағы бұл негізгі риуаят, бұл жерде ол кісі айтады, кімде-кім қадір түнін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келетін хадисті келтіреді, кімде-кім қадір түнін іздейтін болса, онда 27-ші түнде іздесін дейді. 27-ші түнде сол қадір түнін күтсін, қадір түнін сол күні құлшыл жасасын, қадір түні деп сол күнде есептесін деген хадисін келтіреді. Жалпы енді бірсыпыра ғұламалардың пікірлерін айтып өттік, бірақ көпшілік ғұламалардың ұстанымы 27-ші түн дейді. Және екінші пікір, салмақты пікір, екінші пікір жаңағы еленетін, ескерілетін, ол соңғы 10 күннің тақ түндері. Жаңа айтып өткендей 21, 23, 25, 27, 29. Екіншісі, құлшылығы пайда бермейтін адамдар. Туған туысқандармен қарым қатынасын үзген адамдар. Бұл біздегі хит болып жатқан тақырып. Елде жүргенде мен дауға көп барам негізі. Осы отбасы дауына барып тұрамыз. Үйге таласып, жерге таласып, дүниеге таласып, бірін-бірінің бетін көрмей кеткен туысқандар бізде жетеді. Бірақ бәрі құлшылықта, бәрі намазхандар, бәрі қажылықтан шықпайтындар өңкей. Қызығын айтайын ба сізге? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Туған туысқандармен қарым қатынасын үзгендер бізден емес. Мына сөз түсінікті ма сіздерге? Туысқандармен қарым қатынасын үзгендер бізден емес. Бізге қатысы жоқ. Біздің арамызда отырмай шығып кетсін деген. Ол кінәлі емес, қызық емес, апайлар. Бізде туысқанның қадірін қай уақытта білесің? Қазақ айтады ғой. Жалалы болсаң білесің. Жігіттер, қазір дәуренің жүріп тұрған кезде қасыңда достар көп жүр ғой, соларға алданып, біз туысқандарымызға мән бермей жатырық қой, біліп ал. Басыңа іс түскен кезде ана қасыңдағы жүрген шакалдар бар ғой, сенің дүниең үшін жүрген. Біреуін де таппай қаласың. Жағымпаздар бар ғой, сені өтірік мақтап жүрген. Біреуін де таппай қаласың. Сол кезде сені құтқаратын ағайының. Сүмірейіп ағайыныңа барасың. Олар малын сатып, қойын сатып, ағайынгершілік деген нәрсе бар ғой, бәрібір ағайыныңа түбінде барасың. Ең соңғысы сен өлгеннен кейін саған ең жақын керек болатын кім? Ағайын. Қараңыз, керек болғаннан кейін айта кетейін. Адам қайтыс болғаннан кейін кім жуындыру керек? Бауыр. Біздің қазақ той мен жаназада айырмашылық қалмады ғой. Той мен жаназада бізде айырмашылық қалмады ғой. Тойда да мата тарату, жаназада да мата тарату, тойда да көл көсір тамақ, жаназада да көл көсір тамақ, тек қана жалаңаш бишілер мен тамада жоқ жаназада. Басқасының бәрі бар ғой. Құдалық. Ойбай, құдаларда мата, құдалар мата. Сол мен айтқым өтқаным мынау. Мен өзім имам болып қызмет қылғам ғой. Бір күні бір адам қайтыс болды, барсам, жуындыруға адам кіру керек десем, құдалардан біреу керек дейтін бар екен ғой. Бар екен ғой бізде. Құдалардан біреу кіру керек. Құдалардан бар ма? Құдалардан десе біреу бүйтіп келеді. Шынымен айтайын, валлахи деп айтам, көргем. Жаназаға алкаштар келеді. Жаназаға келе жатыр. Шыдай алмай бейшаралы бар ғой, жолда ішіп алады ғой. Жолда ішіп келеді. Сасайып тұрады ғой, өлік құсап ше. Сондай құданың біреу келеді. Мен айтып жатырмын, мына хайуанды денеге кіргізіп ше, ана денені қорламасай, ана денені қорғылмасай, мына сорлыны кіргізіп, алкаштарды кіргізіп, жаназаға кіретін адам дәретті бол керек, жууға кіретін адам дәретті бол керек. Ол алкаш бір адам кіруге болмайды. Ол алкашты туалетіңе кіргізбе, туалетті бұл қайдана бәле. Құрту керек ондай бәлелерді. Шын айтайын да, ол ана жерге кіріп не істейді? Сасып анан бұлғайды ғой ол бәрін. Дәретті бол керек біріншісі. Екіншісі, ағасы, інісі, әкесі, баласы кіреді. Неге? Мен көргем да, біреулер кіреді ғой, бейтет, жуындырып атқан кезде. Жеркенет та. Ал туысқан адам болса бар ғой, шын ниетімен ана сабындап жуындырады оны. Білесіздер ғой, отырғызып ішін итереді. Ішіндегі najас шығарып тастау керек, тазарту керек. Оның бәрін кім істейді? Жанашетін туысқан адам біріншіден. Екіншіден, анау қайтыс болған адамның мәйітін жууға кірген адамдар шыққаннан кейін оның денесіндегі кемшіліктерді айту харам болады.
Бізде көрдік қоя, біреулер кіріп шыққан көшеде тұр, мә, денесі қарайып кетті, қолы майысып кетті, аузы қисайып кетті деп, денесі битті деп айтып тұрғандар бар қоя, олар жанашитын адамдар емес олар. Бөтен адам кіріп кеткен да. Жақын туысқаның сенің айыбыңды жасырады. Болмайды, харам. Ана дененегі айыпты сыртқа шығарып айту харам ол нәрсе. Оны кім айтпайды? Жанашитын жақын адам айтпайды. Сол үшін туысқандардың қадірін біліп алайық. Туысқандарың сенің ертең топырағың салатын. Солар сенің ертең Құран оқып бағыштайтын. Солар сенің жаназаңда тұрып дұға қылатын ше, туысқандар. Ит болып кетсе де барады бәрібір. Бірақ бір қызығы біздің қазақ тек жаназада кешіреді да көбінше ше. Кешіресіздер ма дегенде не деп айтады? Кешіреміз дейді. Біз тек жаназада ғана кешіреміз ғой көбінше. Тірі күнде кешірмейміз. Жақында бір дау болды. Әйел әкесінің қарындасы екеуі ұрысып қалған. Әпке мен қарындас. Әпкелі қарындас ұрысып қалған. Сөйлесіп жатырмыз. Анау еркекше кешірем деп тұрды. Ана қатын қатайып алған ғой. Қиын ғой негізі олар ше. Кешірмеймін деп айтпайды ғой тағы ше. Просто да, ол үйтті да, ол бүйтті да деп қоймайды ғой. Өтіп кетті да деп ше. Ақырында біраз отырдық қой енді. Ақырында биттім ғой. Айналайындар. Тұрайық қой. Отыра бермейікші. Соңғы бір сұрақ. Осы сұраққа жауап беріңдерші. Ана жігітке айтам, әпкең өлсе кешіресің ба, кешірмейсің ба? Қой, ондайды айтпа деп жатырды ол. Ана әйелге айтып жатырмын. Кешіресің ғой деп тұрды. Ана әйелге айтып жатырмын. Інің өлсе кешіресің ба, кешірмейсің ба? Маған ашуланады да, не айтып тұрсың сен? Конечно, кешіресің деп. Мен онда өліңдерші біреуің. Біреуің өлсей, сонда кешіресіңдер да. Неге тірі өтсіңдер ғой, неге кешіре салмайсыңдар? Сөйтіп бірін-бірін кешіріп жатыр ғой. Осындай ғой біз өлсек кешіреміз. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады бір күні. Осындай дұға қылып отырады да. Ата-анасымен, туысқандармен қарым-қатынасын үзгендер арамызда бір адам бар дейді. Туған туысқандармен қарым-қатынасын үзген. Шығып кетсін. Біздің дұғамыз көтерілмей жатыр дейді. Екінші рет айтады, шығып кетсін, дұғамыз көтерілмей жатыр. Үшінші рет айтады, ол шықпайынша біздің дұғамыз көтерілмейді дейді. Сол кезде бір жас бала шығып кетеді. Сөйтсек, ол әкесінің қарындасымен ұрысқан екен да, бұл емес ұрысқан. Әкесі қарындасымен ұрысқанда, бұлар бет көріспей кеткен. Біздің надандықтарды айтайын. Бұл кейбір біздің әйелдердің надандықтары енді. Ренжімеңіздер. Кейбір әйелдердің надандықтары бар. Бәрін емес, кейбіреулерде бар. Алланың тағдырымен бір семья ажырасады. Ажырасады, бала-шаға енді әйелдер жақта кетеді ғой. Осы кезде олар еркекті қалай қинайды? Баланы көрсетпейді. Баланы көрсетпейді, тықып қойыпше, ана еркекті солай қинайды бұлар. Бірақ айтып жатырмын, мына екеуі өзінің нәпсісі үшін ажырасты ғой, сиісе алмайды ше. Бірақ баланың не кінәсі бар? Бала жетім болуға лайық па? Баланың не кінәсі бар оның? Бала ананың да мейірімін көру керек, әкенің қамқорлығын көру керек. Бала екеуінен жоқсынбау керек. Бала өзін жетім сезінбеу керек. Бала әкесінің де тәрбиесін көру керек. Ананың да тәрбиесін көру керек. Ажыраспасаң одан ар сен не істесең де оны істе, өзіңнің надандығың үшін ажырастың ғой, Ана бала екеуінің арасында да жүру керек, апалар. Ол екеуімен де араласу керек. Оның кінәсі жоқ қой. Ол балалар шын айтайын, әйелдер, сіздер көп нәрсені білмейсіздер әлі. Ана баланы әйелдер әкетіп қалған көрсетпей отыр ғой, балдары әкесіне звондап отырады. Әке, біз сіз сағындық, алып кетіңізші деп отырады. Бәрібір дым ұтып жатқан жоқсың. Бәрібір балаңнан бір күн айырыласың. Неге? Өйткені оның негізгі тегі мынау жоқ қой. Оның негізгі отбасы мынау жоқ. Мен жаныспын ба? Менің әйелім балдарымды әкетіп қалғанымен бар ғой, ол балдар жаныс қой олар. Олар бәрібір түбінде мына жаққа келеді. Сен оны ұстай алмайсың. Бекерге жексұрын болып жатсың. Өзің жексұрын болып жатсың. Әшін ана еркекті қинау үшін үстіп сау отыр да. Бұл надандық бұл. Және бізде екі ағайындылар болып жатқан нәрсе айтайын. Екі ағайынды ұрысып қалады бір-бірімен. Бөлініп кетеді ғой, балдарын бір-біріне жібермейді. Барма, мен олармен ұрысып қалған, мен олармен. Араласпа депше, балдарын араластырмай. Қараңыз, араластырмай қояды. Ақмақ, не үшін араластырмайсың? Ертең сен үлкен болған кезінде бір ақылың кіріп, ағайын туысқандарыңмен барып кешірім сұрасып, достасып кетуің мүмкін. Бірақ біліп алыңыз, ана сенің балаң оның балдарымен кішкентай күнінде алыс беріс жасап,
ойыншыққа таласып төбелесіп, бір тамақты бөліп жеп, бір төсекте жатып араласпағаннан кейін өскен кезінде туысқан екенін барып қайттан араласады ғой, бірін-біріне мейірім шапағат болмайды. Олар бірін-бірінің туысқан екенін біледі, бірақ бала күнінде араласпаған бала шаға бар ғой, өскен кезде бірін-біріне мейірім шапағат болмайды оларда. Сол үшін бөлмеу керек оларды, араласу керек. Дәл жаңағы жағдай сондай болған ғой. Сонда барып ана әйелден барып жаңағы кісі барып ше, кешір деп сұрағанда не дейді? Мен сенімен ұрыспағам ғой, сенің әкеңмен ұрысқанмын ғой дейді. Сонда айтады, сіз кешірмесеңіз, біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдында мен отыра алмай қаламын дейді. Міне, ертең барғаннан кейін талай адамдар бар. Бұл жерде үндемей отырмыз ғой, талай адамдар бар, туысқандармен ренжісіп жүрген. Сіз барып кешірім сұрауға мұқтажсыз. Не үшін? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кім кінәлі болса, кім кінәсіз болса деп тұрған жоқ. Дұғаң қабыл болу үшін, қадір түнде құлшылығың саған пайда беру үшін бірінші туысқаныңмен барып жарасып ал. Қарым қатынас үзуге болмайды.